Сәлем достар. Бүгінгі сабақтың сынып оқушыларының көбінше тақырыптарына арналатын болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өздеріңізге пайдалы, керекті, түсінбей жүрген ақпараттармен танысатын боласыздар. Болса сабағымызды бастайық. Алғашқы есеп ретінде сіздердің оқулықтарыңызда 2-де 107 есепті мен алдым. Қараймыз, не берілген? Бізге көпмүше берілген. AX қосылған AY қосылған VX қосылған VY дейміз. Енді біз не істейміз? Бұны біз ықшамдауымыз керек, жинақтауымыз керек, яғни көбейткіштерге жүктеуіміз керек. 4 қосылғыш тұр. Осыны біз қандай да бір жақшалардың көбейтіндісі түрінде жазуымыз қажет. Ол үшін не істейміз? Ол үшін бірдей мүшелерді тауып аламыз. Сол бірдей мүшені жақшаның сыртына шығарып, ұқсас мүшелерді біріктіретін боламыз. Қазір қарасақ, не бізде ұқсас ортақ мүше бар? Мысалы, алғашқы екі мүшесін қарасақ, екеуіне ортақ А бар. Солай ба? А. Екінші және төртінші мүшесін қарасақ, оларға ортақ В бар. Солай ма? Онда біріктіреміз. А-ны жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның не қалады? X қалады бірінші мүшеден. Қосуды өзгертпейміз. А-ны жақшаның сыртына кетті. Не қалады? Y қалады. Солай ма? Жақшаны шығарамыз. Қосылған екіншіден ортақ V-ны шығарамыз. Жақшаның не қалады? Бірінші мүшеде X қалады. Қосу екінші мүшеде Y қалады. Тең болады. Енді ары қарата қараймыз. Енді не ортақ? 2 қосылғыш шықты. 4 қосылғыштан біз 2 қосылғышты алдық. Солай ма? Енді 2 қосылғышты не ортақ? Жақша ортақ. Солай ма? X қосылған Y деген жақша ортақ. Онда осы жақшаны, ортақ жақшаны тағы да бір жақшаның сыртына шығаратын боламыз. Яғни мынаны жақшаның сыртына алып шығамыз. Яғни мына X қосылған Y жақшаның сыртына алып шықтық. Мына А сияқты жаңадан бір жақша ашылады. Ішіне не қалады? Бірінші мүшеден мына жақша кетті. А қалады бірінші мүшеден. Қосу екінші мүшеден жақша кетті. В қалады. Көбейту. Қараңыздар, көп мүшеден 4 қосылғыштан тұратын қосындыны біз 2 жақшадан тұратын көбейтінділерге жүктедік. Яғни алғашқы мүшелер қарасты бірде ұқсас мүше жақшаны алып шықтық. Одан кейін тағы да ұқсас мүшелер шықты. Ол бізде жақша түрінде тұр. Жақшаны алып шығамыз, жаңа жақша ашамыз. Оның ішінде А қосылған Б деген қосылғыш қалады. Сонда 2 көбейтінді түрінде жаздық мына көп мүшені. Түсінікті ма? Осылай ықшамдаймыз, осылай көбейткіштерге жүктейміз. Әрі қарай енді не істейміз? Әрі қарай тағы да мүшелерге жүктейміз. Не істейміз? Ортақ мүшені жақшаның сыртына шығарамыз. Алғашқы 2 мүшеде ортақ бізде А. Үшінші және төртінші мүшеде ортақ мүше бізде С. Солай ма? Олай болса жақшаның сыртына шығарайық. А-ны шығарамыз. Не қалады бірінші мүшеден? А-ның квадратынан 1А кетті. 1А қалады. А-ның 1 дәрежесі қалады. Қосу. А-вдан А кетті. В қалады. Солай ма? Қосылған. 3 пен 4-тен біз С-ны шығарамыз. Бірінші мүшесінде А қалады. Қосылған. Екінші мүшесінде Б қалады. Тең болады. Енді қараймыз. Енді тағы да ұқсас жақшалар шықты. Мына жақшаны жақшаның сыртына шығарамыз. А қосылған. Бұны алып кетеміз. Жаңадан жақша ашылады. Бірінші мүшеден А қалады. Қосылған екінші мүшеден С қалады. С. Міне көп мүшені 2 жақшаның көбейтіндісі түрінде жүктедік. Көбейткіштерге жүктеу деген міне осылай. Бесіншісіне не ортақ қарап отырсақ? X қана ортақ та. X ортақ немесе V ортақ. Оны да шығарсақ та болады, немесе X пен жұмыс жасасақ та болады. Оны өздеріңіз шешесіздер. Мен X-ті шығарып жерден. 1 азайтылған X жақшаны алып шығам. Жақша ашылады. Жаңа жақша не қалады бірінші мүшеден? В қалады. Екінші мүшеден плюс 1 қалады. Неге плюс 1 қалады? Неге минус 1 емес? X-ның алдында минус 1 тұр ғой мына жерде. Неге мына жерде плюс 1 болып кетті? Сұрақ туындайды. Неліктен? Өйткені біз мына жерде нені алып шықтық? Минус X деп минусмен алып шықтық. Біз қарап отырсаңыздар, минусмен алып шықтық. Сондықтан жақшаның алдына минус таңбасымен алып шығатын болсақ, бір айнымалы болсын, немесе сан болсын, онда жақшаның іші қарама қарсы таңбаға ие болады. Яғни қарап отырсақ, B-ның алдында да минус, жақшаның ішінде плюс болды.
X-ның алдындағы бірдей минус таңба болатын. Плюс таңба болды. Неліктен? Өйткені жақшаның алдына біз минусты қойдық. Яғни минусымен алып шықтық. Мына X-ті минусымен алып шықтық. Сол кезде жақшаның ішінде қарама қарсы таңбаға иеленетін болады мүшелер. Түсінікті ғой? Тексерейік. Минус X-ті B-ға көбейтсек, минус BX шығады. Минус X-ті 1-ге көбейтсек, плюс 1-ге көбейтсек, минус X шығады. Түсінікті ма? Таңба сақталады. Сондықтан да минус таңбамен теріс таңбамен жұмыс жасаған кезде, жақшаның сыртына шығарған кезде мұқият болыңыздар. Минус таңбамен шығардыңыздар ма жақшаның сыртына, жақшаның іші плюс таңба болып қалады. Түсінікті ма? Мына жаққа минус деп жазып жібермеңіздер. Онда 2 минус көбейтілгенде мына жерде плюс болып қалады. Яғни шарт орындалмайды, тепе-теңдік шарты орындалмайды. Түсінікті ма? Біз еш нәрсені өзгертпеуіміз керек. Біз бар нәрсемен, бар айнымалымен, бар таңбамен ғана жұмыс жасаймыз. Есептің мағынасы өзгермеу керек. Соған мұқият болыңыздар. Міне минус X алып шықтық. Енді не? Енді тағы да біз енді көбейткіштерге жүктеуіміз керек қой. Біздің мақсатымыз сол. Яғни мына көп мүшені көбейткіштерге жүктеуіміз керек. Мына сияқты көбейткіштерге көбейтіндіні алуымыз керек. Бұны мына қосылғыштың, яғни бірдің алдына жіберсек, яғни көбейтіндінің көбейткіштердің орындарына ауыстырғанмен көбейтінің мәні өзгермейді. Сол заңдылықты пайдаланып, мына плюс бұны біз бірдің алдына апарып қоямыз. Тең болады В қосылған 1 азайтылған X, В қосылған 1. Не ұқсас не көріп тұрсыздар? В қосылған 1-ді көріп тұрсыз. Солай ғой? Жақшаның сыртына шығарамыз. В қосылған 1 көбейтілген. Жақшаның ішінде не қалады? В қосылған 1-ді жақшаның сыртына алып шықтық. Орнында не қалады? Орнында 1 деген сан қалады. 1 азайтылған V плюс 1 кетті. Орнында тек қана X қана қалады. Сонда қараңыздар, V плюс 1 көбейтілген 1 минус X деген жақшалардың көбейтіндісі түрінде жаздық. Яғни мына көп мүшені мынандай көбейткіштерге жүктедік. Әрі қарата жалғастырамыз. Келесі есеп 117-ші есеп оқулықтарыңыздағы. Бізден не сұрап тұр? Бізге мына тепе-теңдікті дәлелдеуді сұрап тұр. Яғни не істейміз? Яғни тепе-теңдікте тұрамыз, екі жағынан бірдей сан шығу керек. Яғни минус 36, яғни оң жақтыдан да минус 36 шығу керек. Солай ғой? Олай біз не істейміз? Жақшаларды ашамыз, ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Жақшаны ашамыз, солай ғой? Әр мүшесін бір-бірлеп екінші жақшаның әр мүшесіне көбейтіп шығамыз. Яғни бірінші X-тан бастаймыз. X-ті X-ға көбейтеміз. X квадрат. Одан кейін X-ті көбейтеміз. 8-ге плюс 8X. Минус 5-ті көбейтеміз. X-ға минус 5X. Минус 5-ті көбейтеміз. 8-ге минус 40. Әрі қарата жалғастырамыз. Минус жазып қоямыз. X-ті X-ға көбейтеміз. X квадрат. Плюс X квадрат, мына минуспен минус X квадрат болады. Жақшаның алдындағы таңба көп нәрсені өзгертеді. Яғни жақшаның ішіндегі мүшелердің таңбасын өзгертеді. Енді плюс X-ті минус 1-ге көбейтеміз. Минус X жақшаның сыртындағы минуспен плюс X деп береді. Түсінікті ме? Енді 4-ті көбейтеміз. 4-ті көбейтеміз X-қа. 4X плюс 4X. Мына минуспен минус 4X болады. 4-ті көбейтеміз минус 1-ге минус 4. Жақшаның сыртындағы минуспен плюс 4. Яғни қарама қарсы ауысады таңбасы плюс 4. Тең болады. Ықшамдаймыз. Яғни енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Не ұқсас мына жерде? X-тар ұқсас бар. X квадраттар ұқсас, X-тар ұқсас. Екі рет істеп, содан кейін сандарды біріктіреміз. Қараймыз. X, мына жерде минус X. Екеуі қосылып 0 болады. Енді 8X минус 5X қанша болады? 3X болады. 3X мына жақтан X азайтылған 4X минус 3X, мына жақта плюс 3X, екеуін қосамыз 0 болады. Енді сандар қалды. Сандарды біріктіреміз. Минус 40 плюс 4. Яғни таңбаларын қараймыз. Мынау минус 40, үлкен сандықы минус, кіші сандықтың таңбасы плюс. Не істейміз? Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 40-тан азайтамыз. 4-ті 36.
36 болады. Енді таңбасын анықтаймыз. Қандай таңба болады 36-да? Үлкен санның таңбасын қоямыз. Яғни үлкен саннан кіші санды азайтамыз, үлкен санның таңбасын қоямыз. Үлкен санда қандай таңба? Минус. Олай болса минус 36. Осы жерде балалар көп қателеседі. Таңбалар әртүрлі сандарды қосып азайтқанда көп қате жіберіледі. Егер екі санның таңбасы әртүрлі болса, үлкен саннан кіші санды азайтамыз, үлкен санның таңбасын қоямыз. Болды. Осы заңдылықты сақтасаңыздар, сіздер қателеспейсіздер. Түсінікті ғой? Минус 36. Теңдік орындалды ма? Теңдіктің сол жағынан да қарап тұрсыздар, 36 шықты. Оң жағында да 36 бар. Теңдік орындалды. Келесі осы есептің үшінші есебі тепе-теңдікті дәлелдеу. Не істейміз? Жақшаларды бірінші ашамыз. X-дің 4 дәрежесі жазып қоямыз. Минус. Мына минусты назардан тыс қалдырмаймыз. X квадратты квадратқа көбейтеміз. X-дің 4 дәрежесі плюс X-дің 4 дәрежесі. Мына минус пен минус X-дің 4 дәрежесі болады. X квадратқа көбейтеміз плюс 7-ге. Плюс 7X квадрат. Мына минус пен минус 7X квадрат береді. Келесі минус 7-ні көбейтеміз X квадратқа. Минус 7X квадрат. Мына минус пен плюс 7X квадрат. Минус 7-ні көбейтеміз 7-ге. Минус 49. Жақшаның сыртындағы минус пен плюс 49 болады. Плюс 49 тең болады 49. Пока оны жазбаймыз да. Біз осыны ықшамдай береді аралардан. Нені біріктіреміз? Міне X-дің 4 дәрежесі, X-дің 4 дәрежесі бірігеді. X-дің квадратын, X-дің квадратын біріктіретін боламыз. Және бос мүше сан ғана бар. X-дің 4 дәрежесі азайтқан X-дің 4 дәрежесі 0. Минус 7X квадрат плюс 7X квадрат 0-ді береді. Бізде қалады 49 қалады. Яғни сол жақтан да 49 шықты, тең оң жақтан да 49-ға. Тепе-теңдікті есеп 1-де 22-де 126 есептеріміз, яғни 3 мүшені көбейткіштерге жіктендеді. Яғни X квадрат қосылған 5X қосылған 6 деген 3 мүше берілген. Соны көбейткіштерге жіктеу керек. Сіздердің қалай жіктейміз? Сіздердің ойларыңызға осында X квадрат қосылған 5X қосылған 6 деген осындай бір стандартты түрдегі, былай айтсақ болады, стандарт түрдегі үш мүше көз алдарыңызға елестесе, сіздерге сразу ойларыңызға не келеді? Бірден ойларыңызға келеді дискриминант табу. Солай ма? Әдеттегідей дискриминант табу, шешімдерін тауып, шешімдерді орындарына қойсақ, x-1, x-2 деп орындарына қойсақ, көбейткіштерді жіктеуге болады. Қателеспейсіздер. Үйті олай да шығаруға да болады. Яғни дискриминант тауып, одан кейін дискриминантты нөлден үлкен ба, кіші ма, тең ба, соған қарата шешімдерін тауып, олай істеп көбейткіштерді жіктеуге болады бұл үш мүшені. Бірақ одан да тез шешілетін уақытты үнемдейтін тәсіл бар. Ол тәсіл, мен сіздерге қазір көрсетемін, ол тәсіл алғашқы мүшесі мен соңғы мүшесін көбейткіштерге жіктеп, сол көбейткіштер арқылы мына үш мүшені көбейткіштерге жіктеуге болады. Яғни не бұл? Алғашқы мүше x квадрат және 6. Солай ғой. Осы екеуін көбейткіштерге x квадрат деп тұрғанымыз қалай көбейтінді түрін жазсақ? Ол x көбейтілген x. Солай ғой. Ал 6 деп тұрғанымыз қандай сандардың көбейтіндісі? 1 мен 6-ның көбейтіндісі, 2 мен 3-дің көбейтіндісі. Солай ғой. Бізге 1 мен 6 деген нәрсе бұл жерге келмейді. Солай ғой. Өйткені бізде ортаңғы мүшеге қараймыз. Сол кезде сіздерге екі нұсқа келіп тұр ма? 1 мен 6-ның көбейтіндісі 6-ға тең, 2 мен 3-дің көбейтіндісі 6-ға тең. Екі нұсқа шығып тұр ма? Екі нұсқа шығып тұрса, қай нұсқаны таңдауды ортаңғы мүшесіне қарап шешеміз. Яғни ортаңғы мүшесінде 5x тұр ма? Онда көбейтінділердің қосындысы 5-ті беру керек бізге. Яғни 1 мен 6-ның қосындысы 5-ті бермейді бізге, ал 2 мен 3-дің қосындысы бізге 5-ті береді. Солай ма? Онда біз екінші нұсқаны таңдаймыз. 2 мен 3-дің көбейтіндісі 6 дейміз. Енді не істейміз? Енді мына екі көбейткіштерді бір-біріне көбейтеміз. Қарама қарсы көбейтеді. Яғни мына жоғарыдағы x-ті төмендегі санға көбейтеміз, жоғарыдағы санды төмендегі x-қа көбейтеміз. Бұлай x формада көбейтеміз. Тең болады. Не істейміз? Жазайық. Көбейтпейміз, қосамыз. Қателесіп кеттім. Қосамыз.
x түрінде қосамыз, яғни x-қа 3-ті қосамыз, x-қа 2-ні қосамыз. Естеріңізде болсын. X қосылған 3 жақшаға аламыз, көбейту x қосылған 2. Тексерейік. X-қа x көбейтеміз, x квадрат, x-қа 2-ні көбейтеміз, 2x, жаза берейін да мен сіздерге. X квадрат қосылған 2x қосылған 3-ті көбейтеміз, x-қа 3x қосылған 3-ті көбейтеміз, 3-ті көбейтеміз 2-ге 6 тең болады. Қанша болады? X квадрат қосылған 5x қосылған 6. Шықты ма? Мына жақтағы көп мүшеміз шықты, солай ғой, яғни тепе-теңдік орындалып тұр. Сонда дискриминант тауып көп уақытты кетірілмей, алғашқы екі мүшесін осындай көбейткіштерге жіктеп, соларды x тәрізді қосып, олардың жақшаларын көбейтіп, жақшаға алып оларды сөйтіп, мына үш мүшені көбейткіштерге оңай және тез жіктеуге болады. Келесі енді үшінші есепті көрейік. X квадрат деп тұрып, x көбейтілген x, 15 деп тұрғанымыз бізде 1 көбейтілген 15 және 3 көбейтілген 5. Солай ғой, енді ортақ мүшесіне назар аударамыз. 8. Яғни қандай 8? Минус 8. Мұна таңбаларды да назардан тыс қалдырмаймыз. Минус 8 шығу керек. Яғни 5 пен 15 пен 1-ді қоссақ, минус 8 шықпайды. Солай ма? Минус 5, минус 15, 1 деп алсақ та, екеуін қосатын болсақ та, минус 14 шығады. Солай ғой, минус 8 шықпайды. Онда келесі вариант бізде дұрыс, яғни 3 көбейтілген 5 аламыз, яғни 15-ті береді. Енді қараймыз, бұлай көбейтіп қоссақ, мына ортаңғы мүше шығу керек қой. 5x қосылған 3x бізде 8x береді, а бізде минус 8x. Не істейміз? Онда екеулердің алдына бірдей минус таңбасын қоямыз. Сонда тексереміз. Минус 5x, минус 3x, екеуін қосамыз, минус 8x береді. Онда бұл нұсқамыз дұрыс деген сөз. Таңбаны осылай анықтап қоямыз. Түсінікті ма? Кеттік. Тең болады. Енді қосамыз. X қосылған минус 5, ол бізде x минус 5 де береді. Жақша көбейтілген екінші жақша x қосылған минус 3, x минус 3 де береді. Солай ғой, тең болады. Тексереміз. X квадрат минус 3x минус 5x минус 3 минус 5 мен плюс 15 де береді. Тең болады. X квадрат минус 8x қосылған 15. Қанағаттанды ма? Қанағаттанды. Тұр, тепе-теңдік орындалып тұр. Яғни, мына таңбаны біз назардан тыс қалдырмаймыз, анықтаймыз онда. Қараймыз. Көбейтеміз. Минус 5x плюс минус 3x қосамыз, минус 8x шығады. Минус 3 көбейтілген минус 5 плюс 15 шығады. Яғни, ортаңғы мүшені соңғы мүшені қанағаттандырып тұр. Олай болса, көбейткіштерге жіктеуге болады. Келесі 5-ші есепті қарайық. Яғни, x квадрат ол x көбейтілген 2, ол жеріне ешқандай қателік кетпейді. Енді минус 12 келіп тұр. Минус 12, 12 деп тұрғанымыз 1 мен 12-ні көбейтіндісі, 2 мен 6-ның көбейтіндісі, 4 пен 3-тің көбейтіндісі. Солай ғой, 3 нұсқа бар бұл жерде. Ал бізге сол 3 нұсқаның біреуін таңдауымыз керекпіз. Ол үшін бізге ортаңғы мүше көмектеседі таңдауға. Солай ғой? Так, 1 мен 12 келмейді, потому что енді 12 қосылған 1 бізде 13 болады, 12 азайтылған 1 бізде 11 болады, минус 1 шықпайды. Солай ғой? Енді не істейміз? 2 мен 6-ны салыстыратын болсақ, 2 мен 6, ол да бізге 1-ді бермейді. Екеуін қоссақ 8 болады, азайтсақ 4 болады, 1-ді бермейді. Онда 4 пен 3 ғана нұсқасын таңдаймыз. 4 және 3. Енді таңбаға назар аударамыз. Минус 12 болу керек, яғни мына 4 пен 3-тің біреуінің таңбасы минус болу керек деген сөз. Яғни екеуін көбейткенде минус 12 шығу керек бізге. Сондықтан екеуінің біреуінде таңба теріс болу керек. Қайсының таңбасы теріс болу керек? 3-тің таңбасы ма, или 4-тің таңбасы теріс болу керек па? Бұл жер тағы да сұрақ туындайды.
Ол сұраққа жауабын біз ортаңғы мүшесі арқылы іздейміз. Ортаңғы мүшесіне теріс таңба тұр, яғни -1 шығу керек. Мына екеулерін көбейтіп, былай қарамас, көбейтіп қосқан кезде -1 шығу керек. Онда, яғни нәтиже минус болу үшін қай санның алдындағы? Қай санның алды минус болу керек? Үлкен санның алды минус болу керек. Солай ғой? Яғни 4-тің алдына минус қоямыз. Тексереміз. -4 көбейтілген 3 -12 береді. Қанағаттандырып тұр. -4х қосылған 3х -1х беріп тұр. Ортаңғы мүшені қанағаттандырып тұр. Олай болса, онда мыналарды қосып, жақшаларын көбейтіндісі түрінде жазуға болады деген сөз. Яғни тең болады x - 4 көбейтілген x плюс 3 түрінде жазуға болады. Тексерейік. X квадрат қосылған 3x минус 4x минус 4x минус 4 көбейтілген 3 минус 12 тең болады. X квадрат минус x минус 12. Тепе-теңдік орындалып тұр ма? Орындалып тұр. Олай болса, көбейткіштерге жүктеуіміз бізде дұрыс деген сөз. Келесі 2-де 131 есептеріңіз, яғни бізге не берілген? А плюс Б қосылған сының квадрат тең 0 деген ақпарат берілген. Дәлелдеу керек. Мына көп мүшенің 0 екендігін дәлелдеуіміз керекпіз. Не істейміз? Жақшаларды ашамыз. Солай ғой? Жақшаларды ашамыз. Жақшаларды көбейткен кезде өте мұқият боламыз. Бірінші жақшаның әр мүшесіне, екінші жақшаның әр мүшесіне көбейтіп шығамыз. Әр мүшесіне көбейтіп шығамыз. Таңбасына мұқият боламыз. А-ны көбейтеміз Б-ға. А көбейтілген Б қосылған А-ны көбейтеміз С-ға. А С шығады, С-ны көбейтеміз Б-ға. Көбейтілген Б С шығады, қосылған С-ны көбейтеміз С-ға. С квадрат шығады, қосылған А-ны көбейтеміз Б-ға. А-Б. А-ны көбейтеміз минус С-ға. Минус А-С болады. Минус С-ны Б-ға көбейтеміз минус В-С болады. Минус-ны көбейтеміз минус С-ға плюс С квадрат шығады. Солай ма? Так, тең болады. Тең болады. Не істейміз енді? Ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Бірінші ұқсас мүшелер астын сызылған АВ. Мына жерде АВ бар. Мына жерде АС бар. Мына жерде АС бар. Мына жерде ВС бар. Мына жерде ВС бар. Мына жерде С квадрат бар. Мына жерде С квадрат бар. Біріктірейік. АВ қосылған АВ. 2А Б болады. Солай ғой? Яғни алдындағы айнымалы ғой енді. Айнымалыларды қосқан кезінде алдындағы коэффициенттері қосылады. Ұмытпаймыз. Солай ғой? Мынаның алдында 1, мынаның алдында 1, 1-ге қосамыз, 2 қасына жазамыз АВ деп. Келесі АС қосылған плюс АС минус АС 0-ді береді. Бұлар 0 болып кетеді деген сөз. ВС, азайтқан ВС бұларды 0 болып кетеді, жойылады екен. С квадрат қосылған С квадрат қосылған 2 С квадратты береді бізге. Солай ма? Солай тең болады. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Не ұқсас? 2 деген сан ұқсас жақшаның сыртына шығарамыз. 2-ні шығарамыз. Жақшаның ішінде не қалады? АВ қалады. АВ қосылған С квадрат қалады. А бізде берілгенде қандай бізде не бар? Ақпарат бар бізде. АВ қосылған С квадрат тең 0 деген ақпарат бар. Онда мына айнымалы орнына келіп 0-ді қоямыз. 2 көбейтілген 0 тең болады 0-ге. Яғни дәлелденді ме? Дәлелдеу керек нәрсе мына көп мүше 0-ге тең болу керек деді бізге. Соны дәлелденді. 0-ге тең болды. Оны ақпаратты пайдалана отырып. Осы ақпараттың негізінде пайдалана отырып, біз мынаны дәлелдеуіміз керек екенбіз. Яғни мынадан 0 шығатындығын. Біз дәлелдедік 0 шығатындығын. Болды, есеп орындалды.